Омыртқа ауруларын немесе мына омыртқа грыжасы деп атаймыз, омыртқа протрузиясы деп айтамыз, радикулит немесе арқадағы миозит, омыртқа аралық нервтің суықтауы, межреберная невралгия секілді ауруларды емдеу үшін көп жағдайда біз омыртқаның өзіне емес, мына бұлшықеттерге көңіл аударуымыз қажет. Бұлшықеттер омыртқаның денсаулығында өте маңызды рөл атқарады. Мысалыға, жауырынның арасына жауырыны жабысып қалды деп жатады. Осы жерде бізде бұлшықеттердің спазмы жауырынды сүйекті мына омыртқаға қарай тартып қояды. Белі ауырған көп кісілердің, мына почкалары ауырған көп кісілер болады. Почкам ауырады деп жүреді, бірақ почка емес, мына белдің арқа түсте, почканың түсінде бізде квадратная мышца спины дейтін болады. Осы бұлшықеттің суықтауынан ол бүйрекке боль береді. Соның артында сіздерде қате көп жағдайда қате ем қабылдайды пациенттер. Почкасын емдеп жүреді, бірақ бізде мына мышцада себеп болады. Мысалға, малый тазда, жамбас қуысында бізде бұлшықеттер көп. Осы бұлшықеттердің спазмы бізде мынау седалищный нервті қысып, сізде грыжа болмаса да, бірақ мына седалищный нерв ауруы мүмкін. Ондай жағдайда осы жерден нервтер қысылуы мүмкін. Соның үшін омыртқаны емдеп жатқан кезде біз бұлшықеттерге көп көңіл бөлеміз. Анық диагноз қойылатын болса, және сол аурудың себебін кетіретін болсақ, причинасы кететін болса, сол кезде бізде толық результат болады.